Здравствуйте, дети! Саламатсыздар ма балалар? Раздел «Моя школа». Біздің бөліміміз «Менің мектебім». Тема урока «Моя школа, мой класс». Сабағымыздың тақырыбы «Менің мектебім және менің сыныбым». Упражнение 1. Бірінші тапсырма. Послушайте текст, о ком в нем говорится. Мәтінді тыңдаймыз және ол жерде кім туралы айтылып жатқанын білуіміз керек. Брайлтон Сарин, педагог, поэт, писатель. Его называют первым учителем в Казахстане. По его рассказам и сказкам учились дети. Он открывал школы. Брайлтон Сарин очень хотел, чтобы все дети умели читать и писать. Брайлтон Сарин бізде ол кім балалар? Педагог, яғни ұстаз, поэт, жазушы, ақын, писатель. Его называют первым учителем в Казахстане. Оны Қазақстандағы ең алғашқы ұстаз деп танимыз. По его рассказам и сказкам учились дети. Оның әңгімелері мен және ертегілерін балалар оқыған. Он открывал школы. Ол мектепті ашқан. Брайлтон Сарин очень хотел, чтобы все дети умели читать и писать. Брайлтон Сариннің ол өте қалаған, өйткені балалардың барлығы жазуды және оқуды білсе екен деп және армандаған. В тексте говорится о Брайлтон Сарине. Мәтінде бізде Брайлтон Сарин туралы айтылып жатыр. Посчитайте, сколько предложений в тексте. Мәтінде неше сөйлем бар екенін санап шығыңдар деген. В тексте 5 предложений. Мәтінде 5 сөйлем бар. Какой знак стоит в конце каждого предложения? Әр сөйлемнен кейін қандай тыныс белгісі қойылған деп жатыр. В конце каждого предложения стоит точка. Әр сөйлемнен кейін нүкте қойылған. Назовите в первом предложении слова, которые отвечают на вопрос «кто». Бірінші сөйлемдегі кім деген сұраққа жауап беретін сөзді табыңдар депті. Кто? Брайлтон Сарин. Брайлтон Сарин педагог, поэт, писатель. Эти слова предметы. Бұл сөздер бізде слова предметы, яғни заттың атын білдіріп тұр. Яғни кім деген сұраққа жауап беріп тұр. Екінші тапсырма. Упражнение 2. Рассмотрите картинки, подберите правильный вопрос. Как называются эти слова? Бұл жерде бізге екінші тапсырмада айтып жатыр. Мына жердегі суреттерге қарап, оларға біз дұрыс сұрақ қоюымыз керек екен. Яғни, что это? Или кто это? Немесе кім деген сұраққа жауап беретін сөздер табамыз. Кәнеки табамыз. Что это? Это доска. Бұл тақта. Что это? Это парта. Что это? Это стол. Что это? Это стул. Что это? Это шкаф. Яғни, бұл заттардың барлығы бізде слова предметы. Яғни, не деген сұраққа жауап береді екен. Енді, кто это? Бұл кім дегенге жауап беретін табамыз. Кто это? Это учитель. Кто это? Это ученица. Кто это? Это ученик. Что деп, яғни бұл не деп біз мына заттарға айтады екенбіз. Кто это деп біз адамдарға, яғни жаны бар заттарға айтады екенбіз. Учитель, мұғалім, ученик, оқушы, ученица, оқушы. Объясните однокласснику, какие слова отвечают на вопросы. Вопрос «что?» Напишите эти слова в тетради. Яғни, не деген сұраққа жауап беретін сөздерді дәптеріңізге
жазып алады екенбіз. Кто это? Это ученик. Ученица, учитель. Что это? Это доска, шкаф, стол, парта, стул. Все эти слова называются слова-предметы. Бұл заттың барлығы, бұлардың барлығы не деген сұраққа жауап береді. Слова-предметы отвечают на вопросы кто, что. Яғни одушевленные, яғни кто. Кім деп біз жаны бар заттарға айтамыз. Девочка, кошка, медведь. А неодушевленные отвечают на вопросы что. Яғни жансыз заттарға біз дом, часы, машина деп айтамыз. Упражнение 3. Посмотрите картинки, придумайте к ним предложения. На суретке қарап, біз сөздер құрастыруымыз керек. Это что? Это школа, да? Бұл не? Бұл мектеп. Это моя школа. Бұл менің мектебім. В школе идут уроки. Мектепте сабақ болып жатыр. А это мой класс. Бұл менің сыныбым. В классе мои одноклассники. Сыныпта менің сыныптастарым отыр деп айтуға болады. Упражнение номер 4. Найди в каждой строке лишнее слово. Назови его. Яғни біз мына жерде осы сөздердің арасында өзіне керек емес, яғни артық сөзді алып тастауымыз керек. Класс, школа, семья. Артық сөзді тап дейді. Яғни парта, стул, учитель. Учитель, ученики, мама. В первом строке, яғни бірінші қатарда, в первой строке лишним будет слово какой? Семья. Правильно. Бірінші қатарда бізде семья сөзі бізде лишний. Потому что тема здесь школа, мына жерде мектеп туралы тақырып болып жатыр. А во второй строке, ал екінші қатарда, будет лишним слово какой? Слово учитель, яғни ұстаз деген сөз бізде артық. А на третьей строке лишним будет слово мама, потому что учитель и ученики школьная тематика, яғни мектепке қатысты. Ал бұл жерде мама бізде артық болып тұр. Школа, мектеп, класс, сынып. Лишнее слово, яғни артық сөздер. Семья, отбасы, учитель, мұғалім, мама, ана. Упражнение 5. Продиктуй однокласснику предложение. Проверь, как он его написал. Поменяйте ролями. Яғни 5-ші тапсырмада сендерге мына школа, дом, знаний деген сөзді сен өзіңнің қасында отырған досыңа айтып тұруың керек. Ол жазу керек. Диктант сияқты алсаңдар болады бір-бірлеріне. Упражнение 6. Прочитайте, закончите предложение. Оқып, мына сөйлемдерді жалғастыруыңыз керек. Привет. Как тебя зовут? Сәлем, сенің атың кім деп жатыр? Меня зовут Санжар. Менің атым Санжар деп айтып жатыр. Сколько тебе лет? Саған қанша жас? Мне 8 лет. Маған 8 жас. Ты ходишь в школу? Сен сабаққа барасың ба? Да, я хожу в школу. Я мен мектепке барамын. Тебе нравится школа? Саған мектеп ұнайды ма деп жатыр? Мне нравится школа. Маған мектеп ұнайды деп жатыр. Сау болыңдар, бауырлар.